Үйленгенімізге 3 жыл болды, бала жоқ, әйелім емделіп жатыр, қаралып жатыр, бірақ нәтиже жоқ. Не істейміз осы кезде? Достар, осы видеоның аяғына дейін қараңыз, олай болса осының себебін сізге айтатын боламын. Көп жігіттердің келетін сұрақтары, қоятын сұрақтар осы да. Осы үйлендік, 3 жыл өтті, 5 жыл өтті, бірақ бала болмай жатыр. Проблема әйелде ау деймін деп жатыр да. Қарап отырсақ, проблема бұл жерде әйелде емес, проблема сізде. Неге? Өйткені жігіттердің көпшілігі, әйелдердің көбі жағдайда әйелдердің көзіне шөп салып жатады. Басқа біреумен қыдырады, саунаға барады, дем алады. Енді нәпсін тыя алмай қалғаннан кейін ауру жұқтырып алуы мүмкін. Бірақ оны әйелі білмейді, мысалы. Өйткені жүреді, воспаление әйелде қайдан болады? Егер де воспаление еркекте болатын болса, әйелге тікелей беріледі. Әрине бұл жерде екі адам бірге қаралу керек. Әйел ғана қаралып қоймау керек, еркекте де бірге қарау керек. Егер сіздің бойыңызда инфекция жүретін болса, әйелдің бойына қабыны бола береді. Ол бала көтере алмауға, түсікке алып келетін жағдай осыған байланысты, достар. Қараңыз, достар, көп жігіттер айтады, менде проблема жоқ, ауру жоқ, менің денсаулығым жақсы, бірақ әйел менделе береді дейді. Қараңыздар, достар, сіздің ауызыңызда ешқандай, қараңыз, достар, бұл жерде сіздің ағзаңызда ешқандай ауру болмауы мүмкін, сіз жүре беруіңіз мүмкін, сізге білінбеуі мүмкін, бірақ сізде жасырын түрде жүрген инфекция болуы мүмкін. Ол қайтеді, жасырын түрде жүре береді, бірақ әйел ауыра береді. Осыған байланысты күйеуді тексеру керек. Осы кезде күйеудің бойындағы ауруды емдейтін болса, әйел бала көтереді. Осыған байланысты әрине жасырын түрде жүрген инфекциялар сіздің ұрығыңызға да әсер етпей жатады кейбірде. Бірақ бала түсіп қалуға, әйелдің көтере алмауына осы кедергі келтіреді. Қараңыздар, екі параны бірге емдейтін болса, Алла нәтижесін береді. Менің өзімнің практикамда бір жігіт келеді. 2 жыл болған, үйленгендерінде бала жоқ. Әйелі қаралмаған жер жоқ, нәтиже жоқ. Содан кейін келеді, обследование өтеді. Мен не үшін тексерілемін? Мен денсаулығым жақсы дейді. Тексеру барысында бұл жігіттің бойынан инфекция анықталады, қабыну процесі анықталады. Одан кейін барып емдеу шарасы жасағаннан кейін Алла тағала оларға 1 айдан кейін әйелінің жүкті болуына алып келді. Бұл жерде не істеді? Әрине, біз Алла береді деп жата береміз, ешқандай әрекет жасамаймыз. Бұл жігіт әрекетке барды ма, Алла оған берді. Әрқашанда әрекет жасаған адамға Алла тағала әрқашан береді. Осы жағдайға байланысты айта кететін жағдай, әрине біз Құдай береді екен деп жата берудің қажет жоқ. Егер де әйел де көтермей жатыр ма, тексеріп жатыр ма, сіз де құйрығыңызды көтеріп, қыбырлап әрекет жасаңыз. Осы кезде сіздің еміңіздің нәтижесін Алла тағала береді. Көп жағдайда бізде жасырын түрде жүрген инфекция жаман. Өйткені жасырын түрде жүреді, еркекті мазаламайды. Мазаламаған еркек әрқашан дәрігерге бармайды ол. Өйткені осы ауруды әдетін еркектерге бір жерде мүшесін ірің алу керек, болмаса бір жерде қанау керек, болмаса бір жерде аурудың сезу керек, осы кезде ғана жүгіреміз. Ал мазаламаса ешкім барып оны тексеріп құрдан-құры ақша құрты болған, уақыт құртпайды. Осыдан баланың болмауына алып келетін осы себеп, достар. Егер де сіздің бойыңызда осы нәрсе кездесетін болса, жүгіріңіз, бірінші рет тексеріңіз. Өйткені ертең ұрықтың баланың болуына сіз тікелей жауаптысыз. Өйткені еркектің бойындағы жауапкершілік өте үлкен. Ол баланы жаңағы өмір келтіргеннен кейін ары қарай оның бағып қағуы, тірлігінің бәрі еркектің тікелей мойнында. Осы, достар, осы видео сіздің достарыңызда болмаса, сізде болып жатқан болса, пайдалы болып жатқан болса, осы видеомен бөлісіңіздер. Астына сіздің жағдайыңызда қандай себеп болды, өзіңіздің практикаңызда кездескен жағдай болды ма, комментарийға жазып кетіңіз, достар. Ал енді, достар, осы проблема бойынша баланың болуы проблемасын шеше алмай жүрген жігіттер болса, менің жеке ақыл консультацияма келейін дейтін жігіттер болса, төменгі нөмір қалдырамын, WhatsApp нөмірге жазып, жеке қабылдауыма келе аласыз. Олай болса, бедеулікті болдырмау, ол сіз бен әйеліңіздің және дәрігердің үшеуінің бірлесіп жұмыс атқаруынан Алла тағала нәтижесін береді. Бізден әрекет, сізден әрекет, нәтиже Алладан. Аман, сау болайық.